Сәлем достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі оңай бір жасағаннан шығатын лакомканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге жылы сүт, су, қант, ұн, ашытқы, тұз және ерітілген сары май қажет болады. Ыдысымызға бірінші мен су мен сүтті біріктіріп жібердім. Бұл міндетті түрде жылы болуы керек. Оның үстіне ашытқы, тұз, қант және еріген сары майымызды салып біркелкетіп араластырамыз. Араласып болғаннан кейін ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Ұн електен өткен болу керек және 2-3 бөлікке бөліп илейсіздер. Дайын болған қамырымызды ашытуға жібереміз. Ашыған қамырымызды қайтармай-ақ бірден пайдалана береміз. Мен ашыған қамырды бірден бөліктерге бөліп грамдап 62 грамнан бөлдім. Дайын болған бөліктерге кішкене ұн сеуіп оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Жайған кезде екі жағын қалыңдау етіңіздер. Сол кезде томпақ болып әдемі болып шығатын болады. Осылай бүктеп пергамент қағазға төсеп қоя тұрамыз. Сәл көтерілгеннен кейін пеште пісіріп алатын боламыз. Дайын болған лакомкаларымызды алып қоямыз. Оның ішіне бір коржды алып, осындай блендерге салып еземіз. Бұл бізде корждың лакомканың жиегін әсемдеуге керек болады. Болмаса грек жаңғағын осылай өткізіп жіберуге болады. Және кремін дайындаймыз. Менде сары май және сгущенка екеуін араластырып крем жасайтын боламыз. Дайын болған үгіндімізбен кремімізді дайындап аламыз. Лакомкаларды алып, ортасына крем, жиегіне де жағып, және осы үгіндімізге аунатып аламыз. Сол кезде әдемі болып шығатын болады. Бізде лакомкалар өте жұмсақ, өте оңай, тез дайындалады, тез пісіп шығады, дәмі ерекше. Осындай лакомкаларды дайындап, өздеріңіз пісіріп көріңіздер. Көргендеріңізге көп-көп рахмет. Менің дайындаған рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көп-көп рахмет.